Ассалаумағалейкум. Бірінші бөлім 3-ші сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы бұл сабақта біз Құлпынайдың келешегі қандай, алдағы уақытта нарық қандай болады, соған кішкене көз жүгіртетін боламыз. Жалпы бұл жерде бізде Қазақстан бойынша 5000 адам айналысады дедік. 5000 адам 1 гектардан ексе, ол 75 миллион Құлпынай өндіреді. Ол адам санына шаққан кезде, 10 миллион халыққа бөлген кезде, ол жерде 7,5 килограммнан түсті. Енді ол жаңағыдай кішкене дұрыс емес статистика. Негізінде көзімізді ашып, шындыққа тіке қарайтын болсақ, жалпы Қазақстан бойынша 5000 адам айналысып жатқан жоқ. Егер 5000 адам айналысқанның өзінде әрқайсысы 1 гектардан егіп жатыр деген, ол да шындыққа жанаспайды. Жалпы бізге ол жерде нарық бос екенін түсіндіңіздер өткен сабақтардан. Енді бұл сабақта бізде бұл Құлпынайдың болашағы қандай? Бұл жерде бізде Қазақстан бойынша Құлпынайды тұтынатын адам саны 20 миллион, біз оны жартысын алдық. Енді 20 миллионның барлығын алмасақ та, біз енді 10 миллион халық 7,5 килограммнан жегенде 75 миллион килограмм жейді. Енді ол жерде бізде тағы да Құлпынайдан жасайтын екінші, үшінші өнімдер бар. Олар қандай десеңіздер, оны өздеріңіз біліп отқан шығарсыздар. Мына Құлпынайдан клубника шоколаде деген қазір өте хит болып жатыр. Ол жаңағы Құлпынайдың ең әдемілерін теріп алып, оны Құлпынайды жаңағы шоколадты ертіп, соған батырып, соны қатырып, ары қарай сатып жатыр. Оған да көптеген килограмм, тонналап кетіп жатыр. Оны да есептеп көріңіздер. Одан бөлек бізде қазіргі нарықта екінің бірі жейтін, ол бізде варенье. Ол вареньені Құлпынай өте жаңағы екінші, үшінші сорттардан да жасай береді. Бірақ та оны бірінші сорттан жасайтындар да бар. Ол енді жаңағы қымбатырақ сатылатын вареньелер. Оған қаншама тонналап жаңағыдай варенье жасап жатыр. Оны да есептеп көріңіздер. Одан кейін бізде тағы да қосымша йогурттар жасалады қазіргі уақытта. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, күнделікті жаңағы тойларда, құдалықтарда көптеген жаңағы кішігірім пирогтар пісіреді, торттар пісіреді. Кімнің туған күні болса, соған торт апарамыз. Әрқайсысының бетінде жоқ дегенде 200-300 грамм Құлпынай тұрады. Енді оны есептеп көріңіздер. Оның барлығын есептейтін болсақ, бізде Қазақстанда Құлпынай мүлде жоқ деп те айтсақ, шатаспайтын шығармыз жалпы. Енді бізге осы Құлпынайдың бизнесімен, осы Құлпынайдың жаңағы жұмысымен ары қарай айналысуға не кедергі бізге? Біз сол жайлы кішкене қарастырайық. Бізге өзіміз есігіміздің алдында кішігірім 1 соттық болсын, 10 соттық болсын, жеріміз әрқайсымызда жоқ емес, бар. Ең жоқ дегенде 1 соттық жер бар. Сол 1 соттық жерге біз Құлпынайды неге екпейміз? Құлпынайдың пайдасын мынау өткен алдыңғы сабақтарда көрдіңіздер. Қаншалықты пайдасы бар екен? 70-80% пайдасы бар. Енді соны айналысып, ары қарай егіп, жаңағыдай бір көшет сатып алғаннан кейін, одан кейін көшет сатып алмайсыздар, өздеріңіз көбейтіп, ары қарай өндіріп, өсіріп, 1 гектар, 2 гектар, 10 гектар, 100 гектарға дейін қанша гектар еккіңіз келсе де, оны ешқандай шектеу жоқ, өзіңіз жылдан жылға өсіп, дамып кете бересіз. Одан кейін ол жерде сіздерде ең бастысы өздеріңіз ерінбеулеріңіз керек, өздеріңіз жалқаулық болмау керек. Сіздерде тек қана мынау жерімді игерем, 1 соттық жер болса да, сол жерге мынаны егіп, тәжірибе жасап, үйреніп, ары қарай сол жерден 2 рет, 3 рет, 4 рет өнім алатын мүмкіндік бар. Оны біз келесі кейінгі сабақтарда түсіндіретін боламыз. Ол жайлы тағы да қосымша сабақтарымыз бар. Оларды да көрсеңіздер болады. Одан кейін солай 3 рет, 4 рет өнім алған кезде қаншалықты пайда болады? Сіздер өздеріңіз есептеп көріңіздер. Мысалға 1 соттық жерден жаңа айтқанымыздай сұмдық пайда бар. 70-80% пайда бар. Енді сіздер оны ары қарай тағы да 70-80-ді 3-ке, 4-ке көбейтсеңіздер, ол деген адамның басына, миына сыймайтын сұмдық есептер олардың барлығы енді. Ол жерден ондай 1 соттық жерден сонша пайда тауып жатсаңыздар, мысалға есептеп қараңыздар, 1 соттықты 4 рет өнім алатын болсаңыздар, 1 жылда, ол 4 соттық жерден өнім алды деген сөз. Ол деген сөз 1 соттықты 4 рет өнім алсаңыздар, 4 соттықтан өнім алды деген сөз. Солай өнім алып, ары қарай жұмыс жасаңыздар.
Құдай қаласа біздің Қазақстанның нарқы бос, одан кейін бізде өте керемет білімді кісілер жоқ. Біз сол себепті осы білімімізбен бөлісіп, сіздерге өте қолжетімді бағада ұсынып жатырмыз. Құдай қаласа осы біздің курстарымызды өтіңіздер. Ойлан KZ сайтына кіріңіздер. Ол жерде тағы да көптеген мағлұматтар бар, көптеген курстар бар. Сондықтан Құдай қаласа осы құлпынай бизнесімен, құлпынай кәсібімен айналысыңыздар. Және де біздің курстарымызды көріп, өздеріңізге жақсы білімдерді алып, Ойлан KZ сайтына кіріп, бізбен бірге дамыңыздар.